Санаторийға кеше ерлі зайыптылар келді. Еркегі қызық, емдеу кабиналарын аралап, үнемі әйелін іздейді де жүреді. Күлән, әй Күлән қайдасың? Жай ғана айғайлап қойса жақсы ғой. Ванна ма, парафин бе, асқазан тазалау ма, оған бәрібір. Кабинаны ашып көріп жүрген. Бір сөзбен айтқанда, алаңғасар немесе қызғаншақ. Бүгін түске дейін ванна қабылдап жатыр ем, әлгі еркектің дауысы тағы естілді. Күлән, әй Күлән қайдасың? Ол кісі ваннада, деді медбике қыз. Мұндай жынды бола ма? Тура мен жатқан ваннаның есігін жұлқып ашып жібергені. Кешіріңіз, деді көз жыпылықтап. Күлән екен десем. Ваннадан соң буым бұрқырап, бусанып, іш киіммен ғана бөлмемде рахаттанып жатқам. Есікті қатты ашып біреу сөйлей кірді. Дене сүртетін үлкен сүлгісін басына орап алыпты. Күлән, қайдасың? Енді екем қалды. Бүгінге сол жетер, Күлән. Мынау тағы да сол ғой. Үнім шықпай қалды. Әлгі жақындап келіп, басындағы сүлгісін алды. Қарсы алдында төсекте жалаңаш жатқан мені көріп, өңі бозарып, көзі қызарып шыға келді. Қараптан қарап қуыстанғаным-ай. Сасқанымнан күле бердім. Еркек бірден сыртқа атып шығып бөлменің нөмірін қарады. Көңілі орнына түсті ғой деймін. 211 екен ғой, біздікі 311 деген қуанышты дауыс естілді. Менен кешірім сұраған жоқ, сұрамай-ақ қойсыншы. Аман қалғаныма қуанып отырмын. Әне, тағы да айғайлап барады. Күлән, әй Күлән, қайдасың?